қос соққы, патша, уәзір, тура, піл, ат және сарбаз барлығы қос соққы жасай алады. Бұл тактикалық әдістердің патшасы. Сонымен қарапайым мысалдарды талқылайық. Пілді 5. Пілді 5 сіздер деген аспалы тураға және аспалы мына атқа шабуыл жасайсыздар. Егерде тура кететін болса, ат қолға түседі, егерде піл ат кететін болса, онда тура қолға түседі. Соған байланысты қос соққы деген әдіс. Енді келесі мысал. Бұл жерде сіздер деген бірінші қызықтыру әдісін жүзеге асырасыздар. Шах дейсіздер. Патша G7-ге амалсыз барады. Содан кейін ғана қос соққыны жүзеге асырасыздар. Бір патшаға және мына атқа шабуыл жасайсыздар. Таза әдіс өте сирек болады. Олар көбінесе өзара әрекеттесудің арқасында жүзеге асырылады. Патша F6 және D7-дегі аттың көзін жоясыздар. Және мына жерде B7-ге және F7-деге шабуыл жасайсыздар. Мына сарбаз өте қатты құнды емес. Мына сарбаз өте маңызды, себебі болашақта бұл кім болуы мүмкін? Әрине уәзір болуы мүмкін. Және келесі қарапайым мысал, ол қос соққы немесе батарея мәселесі. Сіздер уәзір E4-ге апарасыздар және мына жерде H7 және A8-ге шабуыл жасайсыздар. Мен үнемі айтатын нәрсе, түстері бөлек пілдердің арасындағы күрес немесе патшаға мат қоюға тырысу керек, немесе өтетін сарбазды ұйымдастыру. Неге? Өйткені шабуыл жасау барысында сіздің өзіңіздің белгілі бір артықшылығыңыз болады.